Амансыңдар ма балалар? Бүгінгі күн шуақ тобымен балаларына сәттілік тілеймін. Балалар, мен сендерге жыл мезгіліне сай өлеңімді оқып беремін. Сол өлеңді қай жыл мезгілі туралы айтылған тауып көріңдерші. Ақ киімді денелі ақсақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Ой, жарайсыңдар. Енді балалар, қыс мезгілінің ауа райының ерекшеліктерін айтайықшы. Қыста не жауады? Сосын не болады ауа райы? Салқын болады, сосын. Аяз болады, сосын. Боран болады балалар. Шарлар тұрма, сол шарларға қарай отырамыз. Қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілінде неше ай бар? Айтайшы. Ақпан. Дұрыс айтасыңдар балалар. Осыған байланысты балалар, мен көк шарларға мұны кесте туралы айтуға тапсырма берем. Так, Нурика мал келе ғой. Ал қалғандарымыз шығармашылық жұмыспен айналыса береміз балалар. Қыс мезгілінде Үш ай бар. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Өте дұрыс айтасың. Келесі суретті айта қойшы. Қыста қар көп жауады. Дұрыс айтасың. Келесін айта ғой. Қыста Бала шарамен сырқанайды. Дұрыс айтасың, иә. Ат қоя ғой енді топтың балаларының. Асуым, ақтүрек, аққалы сасауат. Қыстан адамдар суық теңеді. Қыстан Аю ұйықтайды. Нурика маған қарашы. Қыс мезгілінде қандай мерекелерді тойлаймыз біз? Көрсетші. Санасым. Сосын Онан тұтты желтоқта дәрі шешін алған күн. Киінеді. Айта қойшы қандай киім киеді? Байтойды, қоға, байпа, бүгіп. Келесі сурет айта қойшы. Не бейнеленген? Қыста аю. Қыста аюын көп жуатын. Жүктайды. Енді Ақтөре маған айтшы, осы қыс мезгілінде қандай мерекелер бар? Оны түзі жетісан, дәрі сезіп ауа күн. Жарайсың. Ал мына суретте не берілген? Жаңа жыл. Жаңа жылда кім келді бізге? Аяз атымен, азапқа мене. Қымын. Ақпаннан. Теріп. Алып. Тұрған. Тұрған. Тастаңдар. Тастаңдар. Нан. Тәмін. Асфалат. Арап. Біз күй көңілі, әуелді ығақты жаттығу, қыздарымыздың бейінде келіншек күйін қабылаңыздар.
тапсырмай. Дұрыс айтасың. Келесі. Көз, қорқақ, қол, ат. Өте жақсы. Ағнет келе ғой. Қатты. Бәй. Бала. Жапырақ. Өте жақсы. Асқар. Тау. Өте жақсы. Тілі. Отанды сүю. Жарайсың. Отбасынан басталады отырағы. Бетперімді. Кидім. Өте жақсы. Мен. Қолғабымды. Кидім. Кітап. Атам. Журнал. Оқыт. Көп. Сары. Ал енді балалар. Мен қазір біреуді шақырам. Әділбекті келе ғой. Сен қандай түс таңдайсың, айтшы. Қызыл. Ал тұра ғой. Қызылдың астынан не шығады екен? Не? Домбыра. Дұрыс айтасың. Қаған, әмина шыға ғой. Жасыл. Мынау не? Қолғыр. Дұрыс айтасың. Көрсет. Сары. Ал сарын ашайсыз. Мынау не? Мынау қандай пішін? Дөңгелек. Мынау қандай? Шар. Шаршы. Мынау қандай? Үш. Бұл тек тұрған жоқ. Оның астында да тапсырмалар бар. Ал, үш дейді Жұлдызапай. Бұл қандай ертегі? Шалқан ертегісі. Матияс келе ғой. Дөңгелек. Ал, ашай. Қолғап дейді балар. Қолғап дейді. Расыл келе ғой. Ал, қандай ертек бар екен Жұлдызапай ашын? Қандай ертек Расыл? Бауырсақ ертегіңді дұрыс айтасыңдар. Мен эксперименттік жұмыс жасаймыз балалар. Балалар, сенде қардың бетіп, орағаның көргілерін келе ма? Онда телевизорда демалып көрсін.